Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз 93-ші сабақ. Сабақты бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Соңғы кезде 94-ші сабақты шығаратын болам. Келесі біздің тақырыбымыз математикалық мазмұндағы пікірлер және ақиқат және жалған. Ақиқат деп отырғанымыз рас нәрсе, дұрыс нәрсе. Жалған деп отырғанымыз өтірік, яғни қисынға келмейтін нәрсені біз жалған деп айтамыз. Келесі бірінші тапсырманы қарайықшы. Екендігі дұрыс деген сөздермен өз пікіріңді әзірле, ол қандай пікірлер дейді. Енді осыған жаза кететін болсақ, қарайық, жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер. Жер сілкінген жағдайда ең бірінші біз заттардан, терезеден алысырақ тұруымыз керек. Яғни біріншісі біз терезеден алысырақ тұруымыз керек. Сол екендігі терезеден алысырақ тұру екендігі дұрыс. Алысырақ тұру. Алысырақ тұру. Келесі, екіншісі, жер сілкінісі кезінде үстелдің астына жасырыну, тығылу керек екені дұрыс. Үстел астына жасырыну. Жасырыну. Келесі, үшіншісі, жер сілкінісі кезінде есіктің жақтауында тұру дұрыс екендігі дұрыс. Тұру екендігі дұрыс. Есіктің жақтауында тұру деп жазып қойын. Есіктің жақтауына тұру. Тұру. Келесі, төртіншісі, ғимараттан сыртқа шығу керек дұрыс екендігі дұрыс. Шығу екендігі дұрыс. Ғимараттан шығу. Сыртқа шығу. Келесі екінші тапсырма. Келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыстығын анықтауға тырыс. 15 саны 5-тен 3 есе артық. Демек, 15-ті 3-ке бөлсек, 5 шығады. Дұрыс. Дұрыс. 15 бөлу 3 тең 5. Дұрыс. Келесі теңдеуді шешу дегеніміз оның түбірін табу. Дұрыс қой? Теңдеуді шешкен кезде біз x-ті табамыз. X-те отырамыз белгісіз сан. Енді ол де отырамыз түбір. Ол дұрыс. Келесі кез келген шаршы тіктөртбұрыш болып табылады. Дұрыс. Тіктөртбұрыштардың төртбұрыштың түрлеріне жатады ол. Келесі x 3-тен кіші. Белгісіз. Себебі x қандай сан екенін білмейміз. Белгісіз. Может x 6 болады шығар, может x 7 болады шығар. Қандай жағдайда мұны анықтай алмайсың дейді. X 3-тен кіші болған кезде анықтау кішкене белгісіз болып табылады. Математикалық жазбалар бойынша пікір құрастыр, қайсылары ақиқат немесе жалған дейді. Біріншісін қарайық. 12 72-ден 6 есе кіші. Дұрыс. Келесі қызылмен тұрғанда қарайық. Қызылмен тұрғанда 185 97-ден үлкен, ол дұрыс. Сарымен тұрғанда қарайық. 324 305-тен кіші дейді. Жалған. Жалған. Өйткені 324 үлкен ғой, былай болу керек. 47-ден 39 азайтсақ 18 дейді. 47 бізде 18-ден 39-ға көп. 18-ден 39-ға көп деген сөз. Бұл дұрыс емес, жалған. Ақиқат пікірлерді оқы. 4-ші тапсырма бүркіт құс дейді. Осы пікірлердің қайсының екендігі жалған деген сөзбен аяқталған басқа пікірмен алмастыр. Қандай пікірге алмастырдың, жалған ба әлде ақиқат па? Пікірлердің әрқайсысы өз сөздермен аяқта. Мына пікірді оқып көр. Бүркіттің құс екендігі жалған. Қандай пікір шықты дейді. Так, бүркіт құс. Бұл құс екендігі ақиқатты дұрыс. Ақиқатқа не деп жазамыз? А деп жазамыз. Ақиқат. Ақиқат. Енді бір аптада 7 күн бар. Дұрыс қой, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. 7 күн бар. Ақиқат.
А деп қойын. Ақпан қыс айы. Ақпан қыс айы ма? Ақпан қыс айы, дұрыс, ақиқат болды. Көз сөзі зат есім. Көз деген не деген сұраққа жауап береді? Зат есім, ақиқат. Енді бүркіт қалай жалған деп айтуға болады? Бүркіт жануар десек, мысалы, бұл пікір жалған болады. Бір аптада 5 күн бар десек, бұл пікір жалған болады. Ақпан жаз айы десе, бұл пікір жалған болады. Көз сөзі етістік десек, онда бұл пікіріміз де жалған болады. Ал бізге беріліп тұрған пікірлер бұлар ақиқат. Берілген жазбалар бойынша пікір құрастыр. Олар ақиқат па, жалған ба? Ақиқат деген теңдіктер мен теңсіздіктерді жаз. 8 9-ың 63 дейді. Бұл жалған. Ж деп қойық. Дұрыс жауабы 72. 24-ті 3-ке бөлсек 8, ақиқат. 16 қосу 8 бөлі 4 тең 20 дейді. 8-ді 4-ке бөлсек 2 шығады, 16-ға 2-ні қоссақ 18. Мына пікіріміз жалған, ал дұрысы 18. 2 метр 200 сантиметрден кіші дейді. Бұл пікір негізі дұрыс емес, тең болу керек. Демек, бұл бізде жалған. 3 минутымыз 300 секундтан үлкен дейді. Так, 3 минут 1 минутта 60 секунд бар, ал 3 минутта 180 секунд бар. Өткен 63-ке көбейтеміз. 180 секундымыз 300 секундтан кіші, демек, бұл пікірімізде жалған. Келесі 3600-ді 100-ге бөлсек, бізде 36 шығады, 36-ны 36-ға бөлсек 1 шығу керек. Бұл пікірімізде жалған. Келесі, есептер бойынша өрнектер жаз. Есептерде артық мәліметтер бар ма? Арасы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты. Бірінші пойызда 15 вагон, ал екіншісінде одан 2 вагон артық. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, екіншісі 60 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездесті? Бұл бұрын шығарып жүрген есебіміз S тең жылдамдық бөлінген уақыт деген формула арқылы шығады. Бізде жақындау жылдамдығын тауып алайық. Жақындау жылдамдығы табу үшін жылдамдықтарды қосамыз. 60 қосылған 52 тең 110 км бөлінген сағат. Енді қарайық. Бізде жылдамдық белгілі, уақыт белгісіз. Бұл жерден уақыт тауып алуымыз керек. Уақыт тауып алу үшін S-ті V-ға бөлеміз. S-іміз бізде 880, ал жылдамдығымыз 110. Сонда бізде жауабы 8. 8 сағат. Вагондардың саны туралы бұлар артық мәлімет болып табылады. Артық мәлімет. Екі қаладан бірінші пойызда 15 вагон деп отырамыз, бұл артық мәлімет. Екіншісі одан 2 вагон артық деп отырамыз, бұл да керек емес, бізге керек емес мәлімет болып саналады. Келесі есепке назар аударайық, балалар. Қалалардың арасы 720 км, S 720. Әрқашанда есепті жазар алдында шартын жазуды ұмытпайық. 720 км. Олардан екі туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта шықты. Бірде қозғала отырып, 16 күннен кейін бірінші қалада 320 км қашықтықта кездесті. Әр топ күніне қанша километр жүрген дейді. Бірінші қаладан 320 км қашықтықта кездесті, 16 күннен кейін дейді. Қарайықшы балдар, бұл жерде бізде қалалардың арасы 720 екендігі артық мәлімет секілді. Өткені 16 күннен кейін бірінші қаладан 320 км қашықтықта кездесті дейді. 16 күннен кейін, сонда әр күні қанша жүрген тауып алу үшін істейміз? 320-ны 16-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 20 деген шығады. Сонда бір күнде 20 км жүрді деген сөз ғой. Ал бұл жерде бізге барлық жолы керек емес секілді. Сонда бізде артық мәліметіміз қалалардың арасы болады. Келесі. 7 санын 6 есе арттырып 42 санын алдық дейді. 7 санын 6 есе арттырса 42 болады. Бұл дұрыс, ақиқат. Келесі. 64-ті 8-ге бөлгенде 7 шықты. 64 бөлу 8. 8 шығу керек, бұл жалған. 9 бен 8-дің қосындысы 17. 9 қосу 8 тең 17, ақиқат. 9-ды 21-ге арттырып 30 санын алдық. 9 қосу 21 тең 30. Бұл бізде ақиқат. 9 бен 7-ні көбейтіндісі 81-ге тең дейді. 9 көбейту 7 тең 63. Жалған. 48 бен 6 сандарының бөлінісі 8-ге тең. 48-ді 6-ға бөлсек 8-ге тең дейді. Дұрыс, ақиқат. Азайғыш азайтқыштан кіші болады дейді.
дұрыс емес. Азайғышты мысалы 16-дан 8 азайтсақ, бұл жерде 16, ал 8-іміз бізде 16 бізде азайып тұр, демек бұл азайғыш, ал 8 азайтып тұр, демек бұл азайтқыш. Енді қарайық балдар, 16 8-ден кіші ма? Жоқ, 16 8-ден үлкен, демек бұл бізде жалған пікір болып саналады. Келесі, математикалық жазбалардан пікірлер құрастыр және жаз. Осы пікірлердің ақиқаттығын анықта. 120 130-дан үлкен дейді. Қате, бұл бізде жалған пікір, керісінше болу керек. 90 20-дан үлкен дейді. Ақиқат. Так, 60 50-ден кіші дейді. Жалған, керісінше болу керек. 90 70-ден үлкен, ақиқат. 150 80-ден кіші дейді. Бұл бізде жалған пікір. Ешқашанда 150 80-ден кіші болмайды. 810 90-нан кіші дейді. Бұл бізде жалған, керісінше болуы қажет. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта ненің ақиқат, ненің жалған екендігін түсіндік деп ойлаймын. Ақиқат деп отырғанымыз бұл дұрыс нәрсе. Мысалы 64-ті 8-ге бөлген кезде 8 шығады. Бұл бізде дұрыс нәрсе. Ал жалған деп отырғанымыз қате, қисынға келмейтін нәрсені айтады. Енді балалар, осы каналыма тіркеліп, осы сабаққа лайк басып кетеміз. Сау болыңыздар.